Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін 40 қабат қосылған өте тойымды приправа дайындайтын болам. Менімен бірге болып, өте дәмді приправаның жасалу жолын қарап, осы рецепт бойынша дайындап көруге сіздерге де кеңес беремін. Өзім жылда осы рецепті пайдаланып, өте дәмді, өте тойымды приправа қайнатып алам. Алдымен 40 қабат, қызанақ, сәбіз, сарымсақты жуып, тазалап, блендердің көмегімен бөлек-бөлек осылай езіп тартып алдым. Одан кейін эмаль ыдысымызға ешқандай сұйық майды қоспай, тартылған приправаны құйып, татымына қарай 2 ас қасық тұзды қосып, араластырып, одан кейін астын қатты ашып қойып, отымыздың бірінші бір қайнатып алдым. Көбігін алып тастап, одан кейін баяу отта өзінің бабымен қайнатамыз. Әбден суы азайып, көбігі біткенге дейін осылай араластырып отырып, қайнатып, приправамызды дайындап аламыз. Міне көбік азайған, көріп тұрғандарыңыздай. Енді міне приправамыз дайын, қоп қою, суы азайып, көбігі біткен. Дайын болғаннан кейін, салқындағаннан кейін осылай ыдысымызға құйып, нанға жағып жесеңіздер де болады. Өте қоп қою. Одан кейін баклажкаларға құйып, мұздатқышқа салып қатырып қоюға да болады.